Елдің сөзіне қарап, өзіңнен өзің тозып, анау не дейді, мынау не дейді. Ел неге маған олай айтады? Мен оған соншама жақсы позицияда болған тұрсам, мен соның қамын ойлап жүрген тұрсам, ол неге маған бүйтіп дұрыс қарамайды деп. Өзіңнен өзің ауырып, қиналып, тіпті науқас болып жатып қалып жүрсің бе? Онда досым, мынаны бір тыңдап көр. Бұл мазмұнда тыңдап болған соң, сені ешқандай адаммен істеп қорқыта алмайтын болады. Және сен бұдан кейін өзіңнен өзің тозып, торықпайтын боласың. Психолог Адолф былай деген екен: барлық мазасыздықтар қоғамдық қарым-қатынастан туындайды. Адамдардың көбі басқалардың өзіне қалай қарауына көбірек мән береді. Алда-жалда басқалардың мойындауы мен қолдауына немесе елеп ескеруіне ілінбей қалса болғаны, көңілін алаң мен үрей басады. Сені айтып жатқан сияқтымын ба? Бүгінгі мазмұнда біз осы мәселені тереңдете отырып ашатын боламыз. Әрі бір-ақ жолда басқалардың саған қалай қарауы мен қандай баға беруін елемеу үйренеміз. Төмендегі әрбір мазмұн сенің түбегейлі өзгеруіңе жол ашатын болады. Біз алдымен биіктен қарауды үйренейік. Өте қызықты психологиялық шындық. Сенің назарыңдағы басқалар нақ сенің өзің. Сен оны өте өзімшіл екен деп ойлап тұрғаныңда, сенің ішкі әлеміңде өзімшілдіктің көлеңкесі тұрады. Сондықтан да сен тез арада оның өзімшілдігін тани қоясың. Қарсы мағынасын айтсақ, егер сенің ішкі әлеміңде ондай нәрсе болмаса, онда сен оны сезіне алмайсың. Бұл бейне қызыл түсті көрмеген адамның қызыл түсті танымайтыны секілді дүние. Сен ылғи басқалар сені талқылап, өсектеп, баға беріп жатқандай сезінгеніңде әміриятта өзіңді өзің сынға алып сілкілеп жатырсың. Сенің өз-өзіңе көңіліңнің толмауы сыртқы дүниеге шашырап, қайтадан жүрегіңде алаң болып қалыптасып отыр. Сондықтан басқаларды кінәлаудың алдында өзімнен де осындай жетерсіздік бар ма деп ойлап қойғанымыз дұрыс. Екіншісі, сенің назарыңдағы ол ешқашан болған емес. Сен қорқатын басқалардың көзқарасы да болған емес. Адамдар көретін және сезінетін істер біздің ішкі әлеміміздің жаңғырығы. Басқалардың бізге берген бағасы оның өзінің ішкі әлемі. Мысалы, егер қожайын сені жалқау екенсің деп қараса, сен шынында жалқау емес, керісінше ол қызмет нәтижесінің төмен болып қалуынан алаңдап жатқан болуы мүмкін. Ол осы алаңдаушылығын саған шашыратып тұр. Егер күйеуің сені өте өктем әйелсің десе, мүмкін оның шешесі де сондай өктем мінезді болуы мүмкін. Ол бұндай ортада өзін дәрменсіз сезінеді. Сондықтан ол сенің бойыңнан шешесінің бейнесін көргендей болып отыр. Егер құрбың жақыннан бері өте салқын болып кеттің десе, онда ол оның өзі көңіл бөлуге мұқтаж болып жүргені. Әркімнің назарында әр алуан образға иесің. Онда шынайы сен сірә қайсысың? Мүмкін барлығысың, немесе ешқайсысы да емессің. Қысқасын айтқанда, сен елге жағамын деп қаншама өзгерсең де, тырыссаң да, басқалар жағынан және де әр алуан түрлі бағаға ие бола бересің. Судың по мен Фойнның әңгімесі. Бір күні Судың по мен Фойн қарама-қарсы отырып қалады. Судың по аяқ астынан мен не нәрсеге ұқсаймын деп сұрайды. Сонда Фойн сен бір бұтқа ұқсайсың деп жауап береді. Сонда Фойн тұрып мен неге ұқсаймын дегенде, Судың по оған сен сиырдың жапасына ұқсайсың дейді. Бұған Фойн күлімсіреп қояды да үндемейді. Үйіне қайтып келген соң Судың по бұл әңгімені қарындасына мақтанышпен айтып береді. Сонда қарындасы: аға, сен жеңілдің. Фойнның жүрегінде бұтта бар. Сондықтан ол не нәрсеге қараса да оған бұтта елестейді. Ал сенің жүрегіңде не бар дейді. Бұл әңгіменің айтары, сен өзіңді басқалар менсінбейді деп қарайсың. Алайда шын мәнінде сен өзіңді өзің менсінбейсің. Басқалардың бізге берген бағасы айнаға ұқсайды да, өзіңнің өзіңе берген бағаңды көре аласың. Демек, мәселенің түйіні өзіңнің өзіңе қалай қарауында. Екінші үлкен бөлік жазықтықтан қарау. Елдің сөзіне өте мән беріп кетпейтін мына бірнеше адамның пікірін тыңдап көріңіздер. Бірінші адам болса, көп жыл қызмет істеген нағыз қайнаған қоғамдық ортаның адамы. Ол былай дейді: мен басқалардың маған берген бағасына өте мән беріп кетпеймін. Олардың мені жақсы немесе жаман деп бағалауының астарында мүдде қатынасы жатыр. Егер мен оған пайда келтірсем, онда мен жақсы адаммын. Егер ете алмасам, жаман адаммын. Бұл әсте адамгершілік мәселесі емес, қайта адамдардың шынайы қасиеті. Егер осы түйінді танып жетсек, онда ендігәрі басқалардың пікіріне бола бірде ысып, бірде суып жүрмейтін болатын едік. Ендігісі бір кішкене қыз баланың әңгімесі. Бұрын менде ылғи басқалар маған қалай қарайды, не деп жатыр дегенге барынша бас қатырушы едім. Кейін ойласам, бұл барып тұрған ақымақтық екен. Кейін мен оның орнына өзімнің өмірлік нысанамды көбірек ойланатын болдым. Сонымен бірге шешем ылғи айтатын, адал болу керек дегенді ұстандым. Егер басқалар мені жақсысың десе, мен оған жақсы қарасам, жамансың десе, мен оған жаман қарасам, онда бұл бір сауда болды емес пе? Шынайылық, адалдық қайда қалды?
Адалдық ол шын жүректен болады. Ол ешқашанда басқалардың бізге қандай номер беруімен қатынассыз. Үшінші адам болса бір қарт. Бұл мәселе кейде көрген білгеннің көп аздығымен де қатысты болады. Сен аяқ астынан бір күні басқалардың көзқарасын ойласып жүрудің өте мағынасыз іс екендігін байқайтын боласың. Бұл шынында қымбатты өмірді ысырап еткенмен бірдей. Төртінші кейіпкер бір жоғары мектеп оқушысы. Ол айтады: мен үшін басқалардың не деуінің ешқандай мәнісі жоқ. Оған бас ауыртпаймын да. Мен тек өзімнің денсаулығыма, ақшама және көңіл күйіме жауапты болсам болған. Бесінші адам болса қызметтесім. Ол айтады: мен көп жылдар бойында басқалардың көзқарасы мен көңіл күйіне көбірек мән бердім. Кейін ойласам, бұның ешқандай пайдасы жоқ екен. Керісінше, өз көңілің көбірек ауырып қалады екен. Сонымен ендігәрі өйтпейтін болдым. Бұл бір тосын өзгеріс болғанымен, көбірек көңілім қалған және ауырғаннан кейінгі нәтижесі болды. Мен соны түсініп жеттім. Алтыншысы, бір әйел адам. Маған жақсы көзқараста болмағанға мен де жалтақтамаймын. Ел қалай қарайды деп жалтақтап жүріп, өсегімде өлетін шамам жоқ. Жетіншісі де бір әйел еді. Ол айтады: адам үшін ең маңыздысы өлім мен өмір. Әйтеу, осыған тақалып кетпесе, қалғаны анша маңызды емес. Сегізіншісі, бір психолог кәсіптес. Оның айтуынша, қазір адамдардың барлығы қарбалас. Әмәлиятта бізге елдер онша көз тігіп қадалып тұрған жоқ. Өзімізше қуыстанудың да қажеті шамалы. Сен өзіңше елдер маған қарап тұр деп ойлағаныңменен, әмәлиятта олардың көбірек бас ауыртатыны өзі. Тоғызыншысы, жүрегіңде күдік пен алаң болмаса, істеген ісің орнықты, өзіңе сенімді болсаң, сабырлы да салмақты болып, арың таза, алаңсыз болсаң, елдің пікірі өміріңе әсер етпейді. Оныншы адам былай дейді: басқалардың мені ұнатпауы оның өзінің жұмысы. Мен әйтеу өзіме ұятты болмасам, арым таза болса болғаны. Қалғанын тағдырға тапсырдым. Біз елдің идеясына әсер ете алмаймыз. Алайда өзімізді өзіміз басқара аламыз. Сонымен қойшы, ананы айтып, мынаны айтып, бастарыңызды әбден айландырып жібердім бе? Жоғарыдағыларда адамның сөзіне аударатын болсақ, былай болады екен: біреудің мінін көргенше, жамандығын тергенше, өз ойыңды тазалап, өзіңмен алыс өлгенше. Абай атамыз осыны бір-ақ шумақ өлеңге сыйғызып айта салды. Ана маман, мына психолог деп шашылып жүрсек, атамыз қазақ бүйтіпті: ит үре береді, керуен көше береді деп түйіндепті. Оны тағаз десең, жолда үрген иттің барлығына тас лақтырсаң, барар жолыңнан кешікпейсің бе депті. Ой, соныменен шаршамаймын десең, өзің болып өмір сүр. Бағана өмірден өткен соң бір-ақ алайық деп әңгімені